Саламатсыздарбы? 941 есебімізді шығарайық. Теңсіздіктерді шешіңдер дейді. Бірінші есебімізде x азайту 3 үлкенге тең 11 дейді. Енді x-ті табу үшін 11 қосамыз 3. 3-ті бір жаққа шығардық. Яғни x кішіге тең 14. Координаталық түзу салсақ, теңсіздігіміз қатаң емес, ішін бояймыз. 14 бізде минус шексіздікке дейін болады. Өйткені x-іміз кіші. Жауабы деп жазсам, минус шексіздіктен 14-ке дейін. Бұл бізде бірінші есебіміз. Екінші есебімізде минус 3 үлкен y азайту 4. Енді минус 3 4-ті келесі жағына шығарсақ плюс болады 4 кіші y. Y үлкен бізде кіші емес, кешіріңіздер. Минус 3-ке плюс 4-ті қосақ плюс 1 болады, білесіздер. Y. Координаталық түзу салсақ, 1 бізде қатаң теңсіздік, 1 және y жағы үлкен. Санар алымын жасақ, 1 жай жақша плюс шексіздікке дейін. Бұл бізде екінші есеп. Үшінші есебімізде 941-дің үшінші есебі x қосу 5 үлкен минус 3-тен. Теңсіздігіміз шешіп алайық. X үлкендік минус 3 азайту минус 5. X үлкен минус 8 болады. Координаталық түзу салсақ, минус 8-іміз қатаң теңсіздік және x жағы бізде үлкен деп тұр. Демек, санар алымын жасақ, минус 8 плюс шексіздікке дейін. Бұл бізде үшінші есеп. Төртінші есебімізді шығарайық. Төртінші есебімізде 2y үлкенге тең y қосу 8. Енді 2y азайту y үлкенге тең 8. 2y-тен y-ті азайсақ 1y қалады. Үлкенге тең 8. Координаталық түзсақ, теңсіздігіміз қатаң емес, 8 және бізде y жағы кіші. Демек, минус шексіздікке дейін. Санар алымын жасақ, минус шексіздік және 8. Бұл бізде төртінші есеп. Бесінші есебімізде 11 үлкенге тең x қосылған 2-ден. 11 азайту 2 үлкенге тең x-тен. 9 болады. X. Координаталық түзу салып алайық. Бізде теңсіздігіміз қатаң емес, 9 ішін бояймыз және x бізде кіші, демек минус шексіздікке дейін. Санар алымын жасақ, минус шексіздіктен 9-ға дейін. Бұл бізде 5-ші есеп. 6-шы есебімізде 3y үлкен 5y қосу 4-тен. 3y азайту 5y үлкен 4-тен. 3-тен 5-ті азайтсақ минус 2y үлкен 4-тен. Енді минус 2-ке бөлсек, онда таңба ауысады, білесіздер, y кіші болады. Минус 4-ті минус 2-ке бөлсек, минус 2 болады. Санар координаталық түзу салсақ,
y минус 2 бізде қатаң теңсіздік, ішін боямаймыз. Минус 2 бізде y кіші болады. Сондықтан плюс шексіздік, минус шексіздікке дейін сан аралығымен жазсақ, яғни минус шексіздіктен минус 2-ге дейін. Бұл бізде 6-шы есеп. 941 есебіміз осылай шығады.